Жайық өңіріне Нұр Отан партиясының хатшысы Илья Теренченко сапармен келді. Ол шаһардағы білім беру және денсаулық сақтау нысандарын аралап, облыста елбасы жолдауымен партиялық жобалардың жүзеге асырылу барысын қадағалады. Жаңа оқу жылында Оралдағы нөмірі 42-ші Ақниет гимназиясында IT сынып ашылған еді. Жобаны цифрлық Қазақстан бағдарламасы шеңберінде Нұр Отан партиясы жүзеге асырды. Мұнда оқушылар ақпараттық технология тілін терең меңгеретін болады. Әсіресе 3D модельдеу, инженерия және робототехника бойынша тәжірибе жинақтауға мол мүмкіндік бар. Осы сыныпта біз программирование, 3D моделирование, робототехникамен айналысамыз. Жалпы өзім робототехникамен көбінесе көп көңіл бөлеміз. Робототехникадан біз программирование, роботты құрау сияқты нәрселер жасаймыз. Облыстық, республикалық сияқты жарыстардан көп орын алдық. Мекеме директорының айтуынша IT сыныпта гимназия оқушылармен қатар төңіректегі өзге де қала жастары бос уақыттарын тиімді өткізе алады. Тек қана осы 42-ші Ақниет гимназиясы емес, мына қасымыздағы оқушылар сарайымен байланыса отырып, біз мысалға бірлескен жұмысымыз бар. Осы төңіректегі балалар, жаңағы жартысы оқушылар сарайына, жартысы бізге төңіректен де балалар келіп, жаңағы осы бағдарламамен жұмыс жасап жатыр. Және соның ішіндегі бағдарлау дейміз, программирование. Соған байланысты балалардың қызығушылықтары көп. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы елді жаңа жетістіктерге жетелейді. Ақниетке ат басын тіреген Нұр Отан партиясының хатшысы Илья Теренченко биыл ауылдық жерлерде IT сыныптарды көбірек ашу жоспарланғанын тілге тиек етті. Сондай-ақ іс-сапар барысында ол гимназия асханасының қызметімен де танысты. Елдегі басты саяси ұйым білім беру мекемелеріндегі асханаларға мониторинг жүргізеді. Статистикаға сүйенсек, мектеп жасындағы балалардың әрбір 5-шісі артық салмақтың зардабын тартып отыр. Әрі гастрит және басқа да аурулар жиі кездеседі. Сондықтан мектептегі тамақтану ережесін дұрыс ұйымдастыру күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Арендатор здесь работает уже больше. Кәсіпкер гимназия асханасын жалға алғалы 5 жылдан асқанын айтты. Саяси ұйымның жергілікті филиалы партиялық жоба аясында асханаға мониторинг жүргізген. Мектеп асханаларында оқушыларға химиялық қоспалары бар тағамдар беруге тыйым салынады. Мұнда барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптар сақталған. Тағы бір айта кетерлігі, көптеген кәсіпкерлер мониторинг пен тексерісті ажырата алмайды. Біз салық немесе айыппұл сынды мәселелерде емес, ас мәзірінің дұрыстығын және ата-аналардың ұсыныс пікірлеріне сай қызмет көрсетулерін қадағалаймыз. Елбасы кезекті жолдауында ұлт саулығын нығайтып, медицина саласын жандандыруды жүктеген еді. Былтыр өңірдегі денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық техникалық базасын толықтыруға жергілікті бюджет есебінен 1,17 миллиард теңге жұмсалды. Қомақты қаржыға 15 транспорт, 92 медициналық құрылғы сатып алынды. Әрі бірнеше нысан күрделі жөндеуден өткізілген. Бұл туралы аурухана бастауыш партия ұйымының жиынында облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы баяндады. Реализованы 3 проекта государственного частного. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 3 жоба жүзеге асты. Облыстық ауруханаға магниттік резонанстық томография сатып алынды. Шыңғырлау ауданына қарасты Лубенка ауылында амбулатория салынды. Облыстық клиникалық аурухананың асханасы күрделі жөндеуден өтті. Жолдау жүктеген міндеттердің тағы бірі медициналық қызметкерлердің жалақысын өсіру. Қазір бұл бағыттағы жұмыстар да жемісті атқарылуда. Өңірге іс-сапармен арнайы келген Нұр Отан партиясының хатшысы елбасы жолдауымен партиялық жобалардың аймақта жүзеге асу барысын оң бағалады. Еркебұлан Смайдаров, Айбек Сағынғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.